Баршаңызға сәлем достар, менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Бұл бізде грамматика, қазақ тілінің грамматикасы деп аталатын плейлист. Бүгін бізде 15-ші сабақ. Бұл плейлистіден сіздер тек қана қазақ тілінің грамматикасына байланысты тақырыптарды таба аласыз, қарай аласыз, оқи аласыз, көре аласыз. Ал қалған лексикология бойынша, немесе speaking, айтылуды, тыңдалымды дамыту бойынша сабақ оқығыңыз келсе, оны менің арнамда басқа плейлистіден көре аласыз. Демек, бүгін бізде 15-ші сабақ. 15-ші сабақтың тақырыбы тәуелдеулі жатыс септік, яғни притяжательная форма местного падежа. Тәуелдік жалғауының үшінші жағындағы сөзге жатыс септік ныда-ныде түрінде жалғанады. То есть к словам с притяжательным окончанием третьего лица присоединяются аффиксы жатыс септік мына жерде. НДА, НДЕ. Оның бақшасында гүл көп. Оның бақшасында гүл көп. У него в саду много цветов. Олардың үйлерінде 5 бөлме бар. В их доме 5 комнат. Оның үйінде, олардың үйінде десеңіз де болады. Өте жақсы, тәуелдеулі жатыс септік. Спряжение притяжательной формы. Мына жерде жекеше түрі, көпше түрі, жекеше түрі. Единственное число, көпше түрі, множественное число. Сосын жақтар. Бірінші жақ первое лицо, екінші жақ және үшінші жақ. Мысалы, менің досым, это мой друг, менің досымда, у моего друга. Менің досымда, менің үйімде, в моем доме. Сенің досыңда, сенің үйіңде. Сіздің досыңызда, сіздің үйіңізде. Оның досында, оның үйінде. Біздің достарымызда, біздің үйлерімізде. Сендердің достарыңда, сендердің үйлеріңде, сіздердің достарыңызда, сіздердің үйлеріңізде, олардың достарында, олардың үйлерінде. Өте жақсы, енді жатыс септік жалғауларының жіктеу есімдіктеріне қосылуы. То есть присоединение окончания жатыс септік к личным местоимениям. Мен, менде, у меня, сен, сенде. Сіз, сізде, ол, онда. Көпше түрі біз, бізде, сендер, сендерде, сіздер, сіздерде, олар, оларда. Өте жақсы. Теорияны сіздерге түсіндіріп өттім. Енді бізде практика бөлімінде біз жаттығу, яғни тапсырма орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Тәуелдеулі жатыс септіктегі сөздерді табыңыз дейді. Найдите слова в притяжательной форме жатыс септік. Мысалы, біріншісі. Мен ағамның үйінде боламын. Я буду, боламын, в доме брата. У моего брата. Мен ағамның үйінде боламын. Өте жақсы. Мен үйде боламын. Мына сөйлемде жатыс септігінің тәуелдеулі формасы жоқ. Мен үйде боламын. Дома. Я буду дома. В доме. Суретте не бейнеленген дейді. Суретте не бейнеленген. Что изображено на рисунке. Бұл жерде жоқ. Төртінші, оның қолында қалам бар. Оның қолы, это его рука, руки, оның қолында, то есть здесь есть притяжательная форма, а также аффиксы жатыс септік. Оның қолында қалам бар. У него в руке есть ручка, дейді. Бесінші сөйлем, Санжар ән сабағында отыр. Ән сабағында. То есть на уроке музыки, песни деген сияқты. Санжар ән сабағында отыр. Бұл сөйлемде бар. Мына көшеде дүкен бар ма? Мына көшеде на этой улице есть магазин. А егер біз Абай көшесінде десек, онда
ол тәуелдеулі жатыс септігінде болады. А если мы скажем, мына көшеде дүкен бар ма, то есть здесь нет притяжательной формы окончания и плюс жатыс септігі. То есть на этой улице. А если на улице Абая, Абай көшесінде деп айтсақ, ол кезде болады. Бұл кісілер ауылда тұрады. Сөйлемді аударыңыздар. Бұл кісілер, эти люди ауылда тұрады, живут в ауле. Бұл жерде жоқ. Ол Абай көшесінде орналасқан. Міне, 8-ші сөйлем. Ол Абай көшесінде орналасқан. Он расположен на улице Абая дейді. Өте жақсы, бұл сөйлемде бар. 9-шы, олар Жетіағаш ауылында жүр. Олар Жетіағаш ауылында жүр. Жетіағаш ауылында, в село в ауле Жетіағаш. Бұл жерде бар. Ұлым Аққайнар мектебінде оқиды. А егер біз айтсақ мектепте оқиды десек, онда ол жерде жоқ, я? Притяжательное и плюс жатыс септігі там не будет. А егер мы скажем, ұлым Аққайнар мектебінде оқиды, в школе Аққайнар, то есть школа принадлежит вот Аққайнар. Онда бұл жерде бар. Есть притяжательное окончание плюс жатыс септігі. Біз Арман кинотеатрында кездесеміз. Бұл жерде де бар. Арман кинотеатры. Кинотеатр Арман. Кинотеатрда десек, онда біз, если без Арман, мысалы, мы встретимся в кинотеатре. Онда айтамыз, біз кинотеатрда кездесеміз. Біз театрда кездесеміз деп. А вот здесь есть притяжательная форма и плюс жатыс септігі. Өте жақсы, енді екінші тапсырманы орындаңыздар. Жалғаулардың тиісті нұсқасын қойыңыз. Ставьте правильный вариант окончания. Сен дәрісханада отырсың ба? Келесі. Кітап, сурет көп. Кітапта сурет көп. Лифт жоқ дейді. Бұл үй лифт жоқ. Үйінде бола ма? Үйде бола ма? Бұл жерде, бұл үйде лифт жоқ. В этом доме лифта нет. 4-ші. Айнұр. Ұялы телефон жоқ. Айнұрында немесе Айнұрда. Әрине, Айнұрда. У Айнұр. Ұялы телефон жоқ. Нет мобильного телефона. Мобильный телефон. Ол қай факультет оқиды? Ол қай факультетте оқиды? 5-ші сөйлемді аударыңыз. Келесі 6-ші сөйлем. Өткен қыста немесе қысында қар көп жауды. Өткен қыста, дұрыс айтасыз. Қар көп жауды. Аударыңыз. Балқаш көлі де немесе де балық көп. Әрине, Балқаш көлінде балық көп дейміз. А если без Балқашта, просто в озерах, көлде, в озере. Мен Астанаға сәрсенбіде келдім. Мен Астанаға сәрсенбіде келдім, дұрыс айтасыз. Бұл кітап Қанаттың әпкесінде бар, әпкесіде бар. Қайсы дұрыс? Әпкесінде бар деп айтамыз. Ол, кешіріңіздер, Қазақстан Республикасы да немесе ныда өзен көп. Қазақстан Республикасында өзен көп. Өте жақсы, достар. Келесі. Олардың мейрамханасы той өтіп жатыр. Олардың мейрамханасында. Той-думан мейрамханасында, адам көп жиналды. Кезет журналында біздің веб-сайт туралы жазылған дейді. Қазақстан кинотеатры да немесе ында. Қайсы? Қазақстан кинотеатрында қандай фильмдер өтіп жатыр?
Енді, достар, қазір бізде соңғы тапсырма, үшінші. Сандардың орындарына сөздерді қойып, өзара байланыстырып жазыңыз дейді. Мысалы, бірінші Қытай деген сөз. Мемлекет, мына жерге Қытайды қоямыз. Қытай мемлекетте дейміз бе, мемлекетінде ма? Қытай мемлекетінде 1 миллиардтан астам адам тұрады. Екінші, оның сөмкеде, немесе оның сөмкесінде. Әмиян деген, это кошелек, портмоне, лежит портмоне, кошелек. У него в сумке, у нее в сумке. Оның сөмкесінде болады. Өте жақсы. Банк, үшіншісі. Банк жоспарда, немесе жоспарында. Банк жоспарында, барлық іс-шара жазылған. Өте жақсы. Төртінші. Бұл кітапта көптеген жақсы тілек бар. В этой книге. Бесінші. Менің бөлмеде, немесе менің бөлмемде. Қайсы дұрыс? Дұрыс айтасыздар. Менің бөлмемде 2 орындық тұр. 6. Ағылшын тілі. Ағылшын тілі сабақта, немесе сабағында. Оқушылар фильм көрді. Ағылшын тілі сабағында оқушылар фильм көрді. 7. Олар Талдықорған қалада, немесе қаласында. Олар Талдықорған қаласында тұрады. Соңғы, маркаларды табиғат тақырып жинайсың ба? Тақырыпта, тақырыбында. Қалай болады? Маркаларды табиғат тақырыбында жинайсың ба? Өте жақсы, достар, бүгінге осы біз тәуелдеулі жат есептік формасын өттік. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.